Ассалаумағалейкум. Мына жерде Есимова Әсем Тасболатова дейді. Шымкент қаласы бойынша жеке сот орындаушылардың әдеп жөніндегі уәкілі. Мына осы екен, әдеп Әсем деген. Так, мына жерде не бар тағы да? Сенім телефоны. Так, мына жерде не тағы да? Мына жерде Казахстанская палата частных судебных исполнителей Республики Казахстан деп орыс тілінде жазып келіп қазақша нұсқасын көрсетілмепті мына жерде. Мынау қайда қазақшасы, қайда мынау? Мына бәрін орыс тілінде берген. Мына жерге ақпарат орыс тілінде, қазақ тілінде жоқ, ешқандай ақпараттар. Мына байқасаңыздар, тек қана орыс тілінде жазылған. Ар шағым үлгілер дегенде, бірақ астын бәріне орысша жазып тастаған. Қазақ тілінде ақпараттар жоқ. Ешқандай мемлекеттік стандарт деген нәрсе бар. Мемлекеттің заңдарына сәйкес келмейді. Мына жерде орыс тілінде жазылған. Мына жерде орыс тілінде жазылған. Мына бәрі орыс тілінде жазылған. Мына орыс тілінде жазылған. Алайда қазақ тілінде ақпаратты бермеген да бұл жерде. Бұл Қазақстан Республикасының конституциясы қайда? Қазақстан Республикасының мемлекет тілі қайда? Бүгін 25.07.2024 жыл. Есімім Нақпақчан. Шымкент қаласы сот орындаушылар палатасына келдім осы жерге. Өзім жұмыстарымен келгем негізі. Бірақ қазақ тілінде ешқандай ақпарат жазылмаған мына жерде. Қазір бұл туралы сөйлесетін боламыз. Негізінде мен сот орындаушының әдеп несіне келгем жаңағыдай. Не еді жаңағыдай. Так. Әдеп жөніндегі уәкіліне. Енді бұған қосымша қазір қазақ тілі мәселесінде көтеретін боламыз бұл жерде. Неге қазақша жазбайды бұлар? Бұларға сонда заң жоқ па? Заңның бәрі біз үшін ба сонда? Бізге келген кезде бәрі сағат сияқты орындалады. Айыппұлдар, бүкіл нәрселер халыққа келген кезде. Ал бұларға, жеке сот орындаушыларға, бұндай мемлекеттік мекемелерге ешқандай сот орындаушылар палатасына ешқандай заң жоқ па? Бұл Қазақстан Республикасының заңдарына бағынбай ма бұлар сонда? Бұл жерде кім бар жауап береді? Қыздар, мына жерде кім бар жауап береді? Бар ма? Bir адам бар ма жауап беретін? Сіз бос емеспін деп айтасыз ғой қазір? Бос емеспін деп айтасыз. Болдыңыз ба? Босадыңыз ба? Телефонымды жазып бердім ғой, Алматының сот орындаушылары да бұл бізге қатысты. Номерін, адресін жазып бердім. WhatsApp-ына хабарлассаңыз болады. Сізге квитанциясын жіберсін, сразу шешіп береді. Аудио бейне жүргізіліп жатыр, ескертейін. Иә. Женегісі Олжас, Қайратқа да звондадым, Қайратта біледі уже. Аға қағаз. Бірақ мына жерде отырғанда ол кісі осы. Бұл жерге қатысы жоқ. Қайрат деген бұл Шымкенттің сот орындаушы. Сіз Алматының сот орындаушы болғансыз. Сіз есіміңізді қайталап айтып жіберіңізші. Қандай? Мураталия. Мураталия ханым, қараңыз, есім Нақпақчан, аудио бейне жүргізіліп жатыр. Мына жерде ответственный за пожарный безопасность Исмаилова АЕ деген қазақшасы қайда мына жерде? Жүріңіз маған, менімен бірге жүріңізші, көрсетейін сізге мына жердегі ақпаратты. Жүріңіз. Кім жауап береді? Мен соны сұрап жатырмын ғой сізден. Сіз мамамын деп жатсыз. Мен сізбен сөйлесіп жатқан жоқпын, мен басқа адаммен сөйлесіп жатырмын. Сіз кішкене әдеп сақтайсыз ба? Құрметті, кім, есіміңіз кім сіздің?
қайталап жіберіңізші. Алмабаев Ербол Габидов. Әдеп сақтайсыз ба, сіз сақтамайсыз ба? Сақтап отырмын әдеп. Мен басқа адаммен сөйлестім ғой қазір. Ол Кім кісі жауапты жауап адам бермейді кім? Жоқ, арендаға берген адам жауап береді пожарный безопасностьке. Жоқ, жүріңіз, мен сізге, сіздер мына жерде отырсыздар ғой, мен сізге ақпарат көрсетейін. Сіз ба жауап беретін? Жоқ. Жеке сот орындаушылар палатасына кім жауап береді? Мемлекеттік тіл қайда, қазақ тілі? Ол сияқты бізге болмай қойыңыз. Кімге қоямын енді? Мынау әлеуметтік желіге жарияланды, ертең масқара қыласыздар мына Шымкенттің атын. Түсіндіңіз ба? Мына республикалық деңгейде көтеріледі мына қазақ тілі мәселесі. Мен бәрін түсір фиксация жасадым қазір. Ешқайсысы жауап бермей. Кім басшыларыңыз? Басшы кім, қарындас? Абдубай Мадяров. Жүріңіз, мен қабылдауына кіргізіңіз басшыны. Ол кісі қазіргі таңда больничный. Түсінбедім? Больничныйға шығып кетті. Кім орында? Орынбасар кім? Сартбаева Жарханым. Кім? Сартбаева Жарханым. Ажар ханымға айтыңыз, мен қабылдауына кіргізсін, мен мына мәселені көтеріп жатырмын қазір, қазақ тілі мәселесін. Алайда мен өз жұмысыммен келгем, негізі мына жерде бәріне тәртіпсіздік, мына жерде жүйесіздік. Соны мен айтуым керек, баяндауым керек. Әлеуметтік мониторинг бөлім бар ма сіздерде? Жоқ па? Кейін ба? Так, мына Шымкент қаласының жеке сот орындаушылар өңірлік палатасының басшысы орынбасары Сартбаева Ажар Жолшыбек қызы. Саламатсыз ба? Есімім Нақпақчан, аудио бейне жүргізіліп жатыр. Сәлеметсіз бе? Алдында болған, осы жерде болған мен сіздің. Палата басшысының орынбасары боламын. Күн отырмын сұрағыңызды. Қазір менімен бірге жүріп, мына жерде қазақ тілі мәселесі жазылмаған сіздерде ақпараттардың барлығы. Соны мен сізге көрсетсем, әлде хабарыңыз бар ма? Маған оның жұмысқа не қатысы бар? Жүріңіз, көрсетейін сіздерге. Жоқ, жұмысқа не қатысы бар? Нақты. Мен сізге айтып жатырмын, қазір Біз мен жеке сот орындаушы, мен сөзімді бөлмеңіз. Шымкент қаласы жеке сот орындаушылар өңірлік палатасы тікелей жеке сот орындаушының іс-әрекеттерімен солардың іс-әрекеттерінің заңдылығын қарастыру немесе қандай да басқа да бір тапсырмалармен ғана жұмыс жасайды. Сырттағы қандай да бір реклама, аренданың беріп жатқандарының барлығы бойынша мен сізге жауап бере алмаймын. жеке сот орындаушылардың ақпаратына байланысты. Бойынша сұрақ қойыңыз, мен жауап беремін. Жеке сот орындаушылардың ақпараттарына байланысты. Сіз бөлім басшысы екенсіз. Мен бөлім басшысы емес, мен өзімді таныстырдым. Орынбасары. Орынбасары. Мен бөлім басшысы емес. Сіз оған мынау жеке сот орындаушылардың осы жердегі сіз мекемелеріңіздегі тек қана орыс тілінде ғана жазылған, қазақ тілінде мемлекеттік тілде жазылмаған, оған жауап бермейсіз ғой, нақты, Мен жауап бермеймін. Кім жауап береді? Мекемені беріп жатқан, арендаға берген адамның. Аренданың не шаруасы бар сіздердің ақпараттарыңызда? Сізге оның не қатысы бар жұмысқа, мен түсінбедім. Мен қазір бұның бәрін әлеуметтік желіге жариялаймын. Атқарушылық іс-әрекеттерді реттейтін органның қазақ тілімен оның еш қатысы жоқ деп ойлаймын. Себебі сіз егер бізге арызданып жатсаңыз, мен арызданып жатқан бойынша сізге жауап беремін. Қай тілде маған әлеуметтік мониторинг мен ешқайда бармаймын, мен бұл жұмыс кабинетім, сондықтан маған олай қандай да бір жақсы, әлеуметтік желіге жарияланады. Сұрағыңыз бар ма жұмыс бойынша? Әлеуметтік желіге жарияланады, сізбен сөйлесу. Сұрақ бар болса, сізбен сөйлесудің пайдасы жоқ сияқты. Жауап беруден қашпаймын. Пайдасы жоқ сияқты, сізбен сөйлесуге пайдасы жоқ сияқты. Мына жердегі мәселе жеке сот орындаушылардың келген кездегі ақпараттары тек қана орыс тілінде жазылған, оны видеофиксация жасалынған. Сол туралы қазір қоқан лоқы көрсетіп, маған олай сіз сөйттіңіз, қандай? бүттіңіз деп маған не болуын Қандай лоқы? Қоқан лоқы. Маған сөйттіңіз, бүттіңіз деп маған. Мен сөйтіңіз, бүйтіңіз деген жоқ мен сізге. Мен өзімнің жұмысым бойынша ғана мен сізге жауап бере аламын. Сізбен сөйлесудің пайдасы жоқ екен деп жатырмын. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, бұның бәрі ертең әлеуметтік желіге жарияланатын болады. Бұл мәселе бойынша мониторинг жасалынатын болады. Себебі бұл жерде ешқандай пайдасы жоқ бұл мәселенің. Қазақ тілі қазір. Назарларыңызға рахмет.